оны жазбай танытты. Қай кезде де айла кескенін аңықты. Жақын барып, үңілместен жауыңа, шығам деме ұлым жеңіс тауына. Адам аз ба күшке сеніп адасқан. Жауың мықты, бұған сәрі таласпан. Әр мықтының мысал жері болмай ма? Болса қайсы, оған баста жол қайда. Ал бұл сұрақ, әркез сенің жүру керек басыңда. Менің күллі жеңсімнің құпиясы осында. Алтай бойы ерлік салтқа төрін берген отырар. Алтай бойға алапатта жеңілмеген отырар. Алтақ күнде 20-80 қирады. Ақыл ойын жалындатқан, өнер ғылым шамын жаққан. Ұлық қала Азияның маңдайына сыймады. Безбүйрек жау сәбилерді, шал-шауқанды темпірді. Тіпті жүкті әйелдің де ішін жары өлтірді. Құзғын қарға ғана тынбай шырлап мұңға аспанды. Отырардың аянышты зарлы өмірі басталды. Айдай әлем мойындаған даңқы бар, 150 мың халқы бар. Нән қаланың асқаны осыменен шектелді. Үш күннен соң екі адамды Шыңғысхан қап келді. Оның бірі атаңызға айналған отырарды апшығам деп арпалысқан қайраннан жүрек шапы ізбірексіз жанбайтын, қанаттыны талаптыға жалғайтын. Фараби мен Яссауидің жырларын таңнан таңға жатқа айтудан талмайтын. Әр өзгеше ел басқару мәнері отырардың қайратты хан еді. Екіншісі қара мұрты қара түн, қара түнде қаққан қара қанатын, Шағатайға отырардың қақпасын ашып берген қара шоқы болатын. Қайырхан, көкейірдің өзі ғылы қайдада. Ең әрісі, жеңілістің өзінде шешін келіп тұр өзіңнің пайдаңа. Жігіттерім рухыңа қармақты салмақ болып, тәніңді әбден қорлапты. Батырлықтан бағың бірақ жанған маған қарап күліп тұрсың сонда да. Олар сенің жеңгеніңмен тәніңді, амал нешік жеңе алмапты жаныңды. Мысқыл күлкің салдамаған қаншам ой, шіркін сендей 5 қолбасшым болса ғой. Бүкілелген билер еді аяғымның астында. Ал мына бір сатқынды Құдай саған қайдан ғана тап қылды. Қайырлы әрі күлкілі, қайырын аңқау таратуға, аңғармапсың қанатыңа, жасырынған түлкіні. Ерлігіңе осы болсын сыйлығым, саған қидым бұл сатқынның билігін. Хамен, әділдікте мұнымыз, өле өлгенше болып өтемі құлығым. Отқарымен қол ұшын бермейсен, оңайма, жауап алмайды. Оған дау жоқ, сенен асқан барма бірақ түрелік, қастерлігінің бәрін жаққан табанға, азған сен бе, әлде мына заман ба? Тым құрса, қасеті бар бір сезім, қалу керек емес бе әрбір адамда. Рас, менің нөкерлерім безбүйрек, зұлымдықты ерлікті таниды. Олар тіпті өшкесімен үзгелеп, кет алады жазылды сәбиді. Одан дәрі хайуандыққа жет алады төзімі, бәрін өзім үйреткенмін о баста, қаталдық пен аяушылық сезімі. Жауынгердің жүрегіне түспеу керек таласқа, түспеу ләзім қос сөзінің дауына, мен осыған қатты көңіл бөлемін. Қаншама итті кетсе де олар жауына, туған жерін сатпауына сенемін. Дәмелендің деп шығар деп төріне, жетті көзің, ол үмітенді құр елес. Опасыздық жасадың ба еліңе, ертең мені саған сату түк емес. Бұл баланың әкесі бар Нартекті. Адам еді елге сыйлы зиялы. Адам еді адал ұшқыр қиялы. Әкесі үшін берілетін сенімей. Сатқын болып шықты мына тұяғы. Оны ойласам от жүрегім қан болар. Сеніміме судан түскен тайналар. Мақұл өтер әкесін ол сатқын. Ол шара қалдырады жүрек ол. Алып келіңдер. Туған тұсағынан, таңнан әзікте жоқ құрақшылар, қалай тұтағаннан. Сен оласын құларды, жарай етіп жалғанымды, мені қақ болғанды, заман бұл өзгетке шығарды, әр адамға қиындаған, адал өлім беру маған, ең өзікті сұрағын әрине өзінде, бұл баланы жаңа туған кезінде, жағашына бауырын өткенде, қателігі жасырдан асылды. Ерлікке қайта келді қолыма, өрелері жас шыққан сұрадай, бабалардан ерлігі қалдырған.
Отырардың жан қиярлық ерлігін жырлайтын бірде бір ақын қалмады ау. Өкінген мен болмайды. Бұйрық өтем, түгел қырып тастаңдар. Отырарда еркек кіндік қалмайды. Қателестің қалды, жұма күні шетке шықпақпаға бес құтқарып жібердіңдер баланы. Бәрекелді, бұл еңбегіңде арада, бірақ одан ұрпақтары одан ақын шыққанша, ол кең даланы көкірегіне сыйдырғанша, бәлкім талай өзендер тасып өтер, бәлкім талай тасып өтер.